кез келген үй алса да, киім алса да, зат алса да, бұл дүние маған болашақта ақша әкеле ма, бұл менің байлығымды арттыра ма? Кәрілікке қалай дайындалу керек? Кәрілікке бірінші айлығына бастап дайындалуың керек. Біз қартайған кезде біздің баламыз бізді асырай ала ма, асырай алмай ма, ол үлкен сұрақ. Жалпы менің өзім принципім, менен қарыз сұраған адамды мен бірден блоктап тастаймын. Мен қарызға ақша бермеймін ешқашан. Ақша қарызға бере тұрып, сен ол кісіні биіктетпейсің. Одан сен төмендетесің. Көп адамдар көрпесіне қарай көсілмейді. Кредит алып той жасап жатырған қаншама адам бар. Тойға кредит алған, екі жаңа қыз бен жігіт үйленген күннен бастап әке-шешесі мынау сендердің тойларыңа алған кредит болған, осыны ары қарай өздерің төлеңдер деп. Сол айтады, 4 жыл бойы қырылу дейді. 4 жыл бойы сол кім төлейді, сол несиені кім не үшін алған деген сұрақпен күнде өмір сүрудеміз дейді. Біз ұлға жағдай жасауымыз керек па балаларымызға? Бала сәл аштау болу керек деп ойлаймын. Әр адамның ақша табатын өзінің уақыты болады екен. Сол туралы айтыңызшы. Біз бұл өмірге ішіп жеп, жаңа таңертең кешке дейін қара еңбек жасау үшін келген жоқпыз. Қаржылық сауаттылықта өзіңе төле деген бар. Ол не туралы? Ол айлықтан 10-20% жаңа қаржылық қорға, қамсыз кәрілікке жинау. Қайырлы күн достар, біздің BR подкаст студиясында кезекті түсірілім. Осыдан бір ай бұрын біз Риза Ана қоғамдық қорымен Маңғыстау облысының халқын қаржылық сауаттылығын көтеру бағытында Алматы қаласынан қаржылық сауаттылық тренері Әсел Төлеуғалиева ханымды шақырған болатынбыз. Әсел ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Осы халықтың сұрауы бойынша сізбен түсірген подкастымыз өте қатты өтті. Және де Фейсбуктағы оқырмандарын толық нұсқасын қалай көреміз, осы Әсел ханыммен подкасттың толық нұсқасын беріңізші деп көп сұрап кетті. Сол себепті сіз ертең жастар күніне орай тағы келіп отырсыңыз біздің шақыруымызбен. Өйткені біз жастардың алдында да сіздің осы жастардың қаржылық сауаттылығын көтерсін деп шақырып отырмыз. Қош келдіңіз тағы да. Енді қаржылық сауаттылық шынымен де бір заман талабы болып тұр бүгінгі таңда. Бір кездері халықты компьютерлік сауаттандыру деген науқан болды республика бойынша. Сол кезде барлық мектеп, кітапхананың ішінде халықты компьютерлік сауаттандыруға оқытты. Мен ойлаймын, бүгінгі таңда қаржылық сауаттандыру бұл да бір науқан. Себебі халықтың қаржылық сауаттылығы төмен. Біз оны сіз болып, біз болып көтеруіміз керек. Осы подкастты халықтың сұрауы бойынша түсіріп отырмын. Ал енді әңгімемізді бастайық. Әсел ханым, сіз банк сферасында өте көп, ұзақ жыл қызмет етіп келесіз. 20 жылдан астам қаржыгерсіз. Қазір енді жан таласқан өмір, елдің бәрі кредит, ипотекамен жүр. Осыдан 4 жыл бұрын мен Ақтау қаласына көшіп келдім. Және 70 шаршы метр үйді теңіздің жағасына жақын жерден, жақсы жерден үй алған болатынмын. 9 жылға отбасы банкпен сол кредитімді мен 3 жылда жауып бітірдім. Енді менің көрші, өзімнен бірнеше жас үлкен сыйлас апам маған айтады: Бибігүл, менің 4 бөлмелі үйімді алып ал, сен үнемі осындай жап-жас 40-тан кеткен ресурсный состояниеде болмайсың. Біз қазір жасымыз 60-қа таяп қалғанда әлі ипотекамен отырмыз. Сен осы бастан бір ипотекаңды жаптың, енді екінші ипотека ал. Үйіңнің 70 квадрат емес, 130 квадрат көбейт дейді. Сол дұрыс па, дұрыс емес пе? Жалпы енді қаржылық сауаттылық дегеніміз ол біздің ақшаға қатысты қарым-қатынасымыз ғой. Және сол ақшаға қатысты қарым-қатынастың өзінің уақытты шектеуі бар. Енді ол кісімен келсем, қаржылық тұрғыда кез келген адамның өзінің активті ақша табатын уақыты болады. Біз 25 жасқа шейін оқимыз, өсеміз, өнеміз, тағы да дүниелер, аяқтанамыз деген сияқты. 25 жастан бастап 50 жасқа шейін кез келген азамат өзінің өмірлік капиталын қалыптастыру қажет. Өмірлік капитал. Яғни 50 жастан кейін ол азаматтың басына несиесі жоқ,
жаңағы өзінің қамсыз кәрілігін қамтамасыз етіндей жағдайда болуы қажет. Ал егер жалпы ипотекаға квартира алған дұрыс па деген сұраққа жауап беретін болсам, кез келген уақытта ұлғайту, үлкейту, активті қымбаттату мүмкіндігі дұрыс, ол болу қажет, бірақ ол тек ақылмен. Егер кез келген активқа сіз бүгінгі күнде ақша сала отырып, болашақты сол ақшаға сата аласыз ба? Ол ақшаның, мысалға, сіз 70 квадратпен балаңызбен ғана тұрып жатсыз, мысалға. Сізге екі басқа бүгінде 140 квадрат не үшін керек? Ол бір. Үстіндегі төлейтін пайыз, ол екі. Үшінші, қанша квартплата кетеді ол жерде? Шығыстар. Сондықтан соның бәрін есептеу керек. Кез келген үй алса да, киім алса да, зат алса да, бұл дүние маған болашақта ақша әкеле ма? Бұл менің байлығымды арттыра ма? Бұл менің байлығымды сақтап қала ма деген дүниелерге жауап алыну қажет. Тек сол арқылы ғана активті үлкейтіп көбейтуге болады. Жалпы 25 жастан 50 жасқа шейін активті нығайта отырып, оларды сақтап қалу негізгі мақсаттардың бірі. Енді бұрынғы біздің папа-мамамыздың кезіндегі активтермен қазір өзгерді. Осы турасында айтайықшы. Мысалы, менің құрбым айтады, мамамнан, мама жас кезіңде не жасап қалу керек еді, мен қазір не жасап қалайын, мама айтшы маған дегенде, мамасы айтыпты, Ақтаудан толтырып үй ала бер. Қазір біздің достарымыз бар, 15 үйі бар Ақтауда, жалдап қойып ақша тауып отыр. Ал қазіргі таңда меніңше активтер өзгерді. Олай көп үй алғаннан депозитте сақтаған, ақшаны депозитке құйған жақсы ма? Қаржыгер ретінде. Қаржыгер ретінде менің бір айтатыным, кез келген уақытта ол жалғыз мүлік, жалғыз ақша, жалғыз депозит болмауы керек. Ол мына дифференциация бизнеса, дифференциация денег дейміз, ол жаңағы ақшаның жан-жақтылығы. Мысалға, егер сіздің 100 миллион теңге ақшаңыз болса, оның 50 миллион теңгесі жылжымайтын мүлікте, қалған 50 миллион теңгесі ол мүмкін депозитте, мүмкін құнды қағаздарда, мүмкін тағы да басқа активті бизнеста болуы мүмкін. Бірақ мен өзімнің аналитикам бойынша соңғы 200 жылдықта жылжымайтын мүлік бүгінгі күнде ең негізгі актив капитал болып саналады. Өздеріңіз қарасаңыздар, Америкадағы, Еуропадағы ең бай адамдардың барлығы сол жылжымайтын мүлік алып байыған. Бірақ жылжымайтын мүліктің көбеюінің, бағасының ұлғаюының, бағасын сақтап қалуында өзінің уақыты бар. Мысалға, үйдің бәрі актив емес. Егер сіз жаңа үй сатып алып, үстіне ремонт жасап, егер одан да үлкен баға, ол жерде тұрып, қалағаныңша, одан кейін сатып алған ақшаңыз үстіндегі ремонттың ақшасын шығарып алатын болсаңыз, әрине ол актив болып саналады. Ал егер сіз бүгінде оны 50 миллион теңгеге алып, оны ертең 35-40 миллионға сата алмай отырсаңыз, ол актив емес. Сондықтан кез келген активті ойбай үйірі екен деп ала беруге де болмайды. Және де қамсыз кәрілік қамтамасыз ету аясында активті алған кезде квадратурасы кішкентай, салынған сомасы кішкентай, және де жас үйлер алу керек. Жыл мерзімі жас үйлер. Олар уақыты келе кез келген үйде амортизация болады. Ол тозады, кірісі тозады, айналасы тозады. Сондықтан амортизация 20-30 жылдық амортизация үйдің құнына тікелей әсерін тигізеді. Мысалға, бүгіндегі 50-70 жыл болған үйдің құны бір бөлек, жаңа тұрған үйдің құны бір бөлек, сол сияқты. Сондықтан жылжымайтын мүлікке салған кезде де оны, егер ол сен бірінші алып атқан мүлігің болса, әрине оған ремонтқа ақша жоймау үшін, тағы бір нәрсе ақша жоймау үшін алуға болады. Ал активті түрде салынып атқан үйге, ремонты жасалмаған үйге, немесе қолдан ремонт жасалған жаңа үйлерді арзан бағаға сатып атқан кезде алып қалуы мүмкін болады. Бірақ барлық үйді ақшаны 15 пәтерге салып тастау менің ойымша қате. Мүмкін болады, 10 пәтер мүмкін алып қою мүмкін, 5 пәтер алып қою мүмкін, қалғанын бәрін басқа активте. Мысалға, Алматы қаласында немесе кез келген қалада, оның ішінде осы мұнай айналасында қалаларда, мысалға, жер сілкінісі болуы мүмкін, жерде ауаның көбеюіне байланысты. Сондықтан ол кез келген уақытта экономикалық дағдарыс, қандай да болмасын, еліміздегі дағдарыстар болған жағдайда, табиғат апаттар болған жағдайда
бірден ол жылжымайтын мүліктің құнына келіп соғады. Сондықтан дұрыстап ойланып алу керек. Бүгінгі таңда мен ойлаймын, мына алтынға салса болады ақшаны, жаңағы жылжымайтын мүліктен басқа. Одан кейін барып қазір егер қартайған уақытта соның арендасына тұрам ғой, бір айлық келіп тұрады ғой десе, мен мысалға коммерческое нежилое помещение дейміз, коммерциялық жылжымайтын мүліктер алса да жақсы болады деп ойлаймын. Адамдар мәңгі осылай жап-жас болып жүремін деп ойлайды. Кәрілікке дайындалмайды. Тіпті мысалы ауылдан келіп отырмын бүгін. Өмір бақи ауылдың адамдар үй салып, үй соғып болады да, мысалы бір күнде өмірден өтіп кетеді екен. Кәрілікке қалай дайындалу керек? Кәрілікке бірінші айлығына бастап дайындалуың керек. Жалпы біз ойлаймыз ғой, кәрілік ол ертең, ол маған соқпайды ғой, ол мен әлі жаспын ғой, мен бір күндік өмір сүрейінші деген. Қаржылық сауаттылық дегеніміз, сіздің сауаттылығыңыз, кез келген азаматтың сауаттылығы, ол ертеңгі күнге бір нанын қалыптастыру. Сондықтан жалпы қамсыз кәрілік қамтамасыз ету 20-25 жастан басталу керек. Және де ол сіздің мысалға бар ақшаңыз соған салып емес, мысалға 200 мың теңге айлық аласыз ба, 20 мың теңгесін салып отыру керек, кәрілікке салып отыру керек. Өзіңіз білесіз, біз осы сізбен біз енді соңғы тіптен бізде үлгермеуіміз мүмкін. 97 жылы тұрақты жұмыс жасаған азаматтар, сол кісілер ғана соңғы пенсияны ілгетті. 98 жылдан бастап пенсияға ілікпейді. Ол шамамен мына біздер 79-80-дерден былай қарай біз пенсия алмаймыз. Неге десеңіз, біз өзіміз 97-те мектеп бітірдік, ол қай жерде кезде бізде заңды жұмысқа алушы еді ол кезде. Сондықтан мына қазіргідей біздің әке-шешеміздің пенсиясы алып отқан, олардың жартысы өзің тапқан айлық ақынан болса, жартысы мемлекеттік субсидия. Ол мемлекеттік субсидия біз кәрілікке жеткен кезде болмайды, ол бірінші. Екіншіден, сіз бен біздің тәрбиеміз басқа. Біз әке-шешеге деген көзқарасымыз басқа. Кез келген жанұяда бір бала болмасын, екі бала болмасын, әке-шешесінің жағдайына қарастырады, жан-жақты қарастырады, бәрі азыздан жаңағы ақша бөліп қарастырады. Әйтеуір бір әке-шешені қарастыру мүмкіндігі бар. Мына қазіргі балаларымыздың дамуындағы әлемдік өзгерістерге байланысты біз қартайған кезде біздің баламыз бізді асырай ала ма, асырай алмай ма, ол үлкен сұрақ. Сондықтан қамсыз кәрілікті қамтамасыз ету кез келген азаматтың тек өзінің қолында. Ол үшін ертеңгі пенсияны қамтамасыз ету үшін оған миллион тауып қажет емес. 20 мың, 50 мың теңгеден бастап, әзірден бастап, ертеңгі күнге шеріңді, ертеңгі күнгі жейтінді бүгіннен бастап қалыптастыру керек. Қазақта сөз бар, қарыз болсаң, қашып құтыла алмайсың деген. Жалпы менің өзім принципім, менен қарыз сұраған адамды мен бірден блоктап тастаймын. Мен қарызға ақша бермеймін ешқашан. Жек көрем қарыз бергенді, себебі ол кісіден сосын ақшаңды ала алмай, босқа жек көрініш болып жүресіз дейсіз. Өзің жек сырым болған. Ақшаны берген емес, ақшаны алған емес, ақшаны берген ұялады дейді ғой. Жалпы ақша беруде, мысалға кез келген уақытта мен үлкен америкалық мықты азаматтардың, батыс Еуропа азаматтарының мақалаларын оқыған болатын, жалпы ақшаға, қарызға беруге байланысты. Былай деп жазылған екен көп мақаламаларда: егер де сенен біреу қарызға сұраса, сен оны басынан бастап қайтармайды-ау деп ойлап, сол ақшаның 30-дан 100-ден 20-ын беріп, осы мысалға сізден келіп конкретно 100 мың теңге ақша сұраса, қатты қиналып тұрсаң, мен 20 мың теңге берейін, или 50 мың теңге берейін, қайтармай-ақ қой деп, немесе болашақта жағдайың болған кезде қайтарарсың деп сөйтіп беруге болады екен. Бірақ мына және де мен өзім жалпы ойлаймын, ақша қарызға бере тұрып, сен ол кісіні биіктетпейсің, одан сен төмендетесің. Мына бір көптеген статистикада көрген, мына бауырлардың арасында, бір-бірімен бауырлар ақша бермей кетеді, бір-бірімен сөйлеспей кетеді. Сол кезде бауырға ақша бермеу, ол оны өсіру, комфорттық зонасынан шығарту, өсіру. Ана қазақта мақал бар ғой, балық берме, қармақ бер деп. Қармақ беріп, мүмкіндігін беріп, ары қарай соны бағыттап жіберу, сол ең дұрыс нәрсе екен. Жалпы қарыздан, егер қарыз болсаңыз, банкке қарыз болсаңыз, несиеге қарыз болсаңыз, жалпы қарызыңыз болса, ломбардтық қарызыңыз болса, ешқашан біз қашып құтылмаймыз. Оны тек қана жауапкершілік
ала отырып саналы түрде шешім қабылдап, сол шешім арқылы мен мына қарызды жабам, мен мына қарыздан құтылам, қарыздың да осы шегі бар, осы шек екен деп шешім қабылдап, сонымен ай сайын күресу, өзіңмен жұмыс жасау, қарызды жабу. Көбі ойлайды, мен Каспиді блоктап тастады, ананы блоктап тастады, ештеңе етпейді, біреудің Каспиімен жүре тұрам, ана телефонды өшіріп тастаймын, ана телефонмен жүре тұрам. Ол бәрібір түбінде сіздің барлық шоттарыңызды арест арқылы, және де көптеген уақытта мына бұғаттау, жалпы адамның шотын бұғаттау, адамның нөмірін бұғаттау, ол ең бірінші сіздердің шектелуіңізге әкеледі. Шектелу әр уақытта зона росттың бірінші жауы, өсу зонасының жауы. Пандемияны бастан кешірдік 19-20 жылдары. Сол кезде біз ойладық, барлық тойханалар жабылды. Адамдар, біздің бір сыйлас апайымыз айтты, көрдіңдер ма, пандемияда бәріміз өліп қала жаздадық. Енді адамдар ақылды болады. Бұрынғыдай 500 адамдық той болмайды. Қыздар, бизнесті басқаша жасаңдар. Енді адамдар ақылды болады, пандемиядан кейін тойлар болмайды, ақша шашылмайды олай деп еді. Қазір керісінше болып шықты. Бізде күнде ақтауға түрлі жұлдыздар келіп жатыр. Той 500-400 адам емес, 500-600 болып кетті. Көп адамдар көрпесіне қарай көсілмейді. Кредит алып той жасап жатырған қаншама адам бар. Осы той қаншалық керек па біздің қазақтарға? Енді мен өзім продажаларды көретемін ғой жұмыста. Мысалға мен айтамын да, ең бірінші өзің заттарыңды немесе өніміңді сатуды ең бірінші тойға қанша адам келді, солардан баста деп. Тойға адам келгенмен өмірде олармен араласпауым мүмкін. Көбіне тойда үлкен қауымның айналасында көбіне 30-40% ол өзге бөгде өмір саласында, жұмыс саласында жүрген адамдар болады ғой. Жалпы мен айтар едім, мына өкінішке орай ковид бізге сабақ бола алмады. Тағы да біз бастадық, тағы тойлар, тағы шығыс, тағы бір жаңағы аттап жүру деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, адам ең біріншіден өзінің іс-әрекетіне қарап жауапты түрде, саналы түрде несие алған кезде ақылды түрде алу қажет. Егер әрине бұл ақша жиналған болса, көптеген азаматтар бар ғой, біздің халықтың бәрі бірдей емес, ішінде азаматтар бар, аз ақша тапса да баласының тойына жинаған азаматтар бар. Егер сондай той болып жатса, әрине жақсы. Бірақ өкінішке орай 80-90% олар несиеге алынып жатады. Несиеге алған тойдың басынан берекесі болмайды. Осы жақында маған консультацияға, жеке консультацияға бір қыз келді. Ол қыздың күйеуге шыққаны 4 жылдан асып кетті. Сол тойға кредит алған, екі жаңағы қыз бен жігіт үйленген күннен бастап әке шешесі, мынау сендердің тойларың алған кредит болған, осыны ары қарай өздерің төлеңдер деп. Сол айтады, 4 жыл бойы қырылу дейді. 4 жыл бойы сол кім төлейді сол несиені, кім не үшін алған деген сұрақпен күнде өмір сүрудеміз дейді. Сондықтан мына балаға үлкен той жасап бергенше, аз-маз болса да кішкене ақша беріп, алғашқы жарнаға кез келген дүниенің бір бастапқы жарнасын жинап берген дұрыс деп ойлаймын. Бірақ өкінішке орай енді тоқтата алмаймыз сізбен біз тойды. Той қазақтың қазынасы деп бастайды. Жалпы қалай ойлайсыз? Біздің көрші апам айтты дедім ғой, сен ұлың жағдайын жаса, 4 бөлмелі үй ал, ертең келінмен тұрасың, осы бастан 130 квадрат үй алып қой. Мен ойлаймын, 130 квадрат үй бізге қазір мүлдем керек емес. Үлкен. Ол үйде біз үйге таңертең кетіп кешке келеміз, ұлым екеуміз. Күнде жұмыстамыз. Мен қазір енді оңды солымызды қарап, ипотека жабылып, енді бір ел аралағымыз келеді. Содан көрші апаның сөзі мүмкін дұрыс па, ұлға жағдай жасап қою керек па деп тағы ойланам. Біз ұлға жағдай жасауымыз керек па балаларымызға? Мен 3 ұлдың анасымын. Мен әрқайсысына ең бірінші білім беруге парыздымын. Екіншіден жаңағы қарыздандырмай, ертең келінім баламның көзін шұқмайтындай тойын жасап беруге парыздымын. Жалпы қазақта айтады ғой, кез келген ата-ана дейді, балаға қатысты 3 парызымыз бар. Ол бірінші дұрыс ат қою, екінші тәрбиелі дұрыс білім беру, және де
үшіншісі жаңа тойын жасап беру. Одан басқа біз қарыз емеспіз. Одан кейін өкінішке орай біздің мына балам, мен жемегенді балам жесін, мен көрмегенді балам көрсін, мен кимегенді балам кисінші деп кез келген әке-шеше шырылдап барын баланың аузына ұсынады. Бізде бүгіндегі ахуалды проблема қазақ елінде мына кез келген бар жанұядағы бар дүниені баланы барлықта құртып алмауымыз. Бала барлықта дұрыс ары қарай өзін тоқтатпайтын, өзін шектемейтін, өзін шегермейтін, өзінің мойсұнып тұратын үлкен жаңағы нәтижелерге жете алатындай бала тәрбиелеуіміз керек. Бала байлықта, көбіне тоқтықта, байлықта бұзылып кетіп жатады. Бұзылмаса үйде жатып өспейді, өнбейді. Одан кейін барып азарттық ойындар басталады. Немесе жаңа компьютерлік ойындар басталады. Оның барлығының келесі этаптары бар. Сондықтан жалпы бала сәл аштау болу керек деп ойлаймын мен өзім. Білімі бар, көз жанары дұрыс, елге деген жаңа қамдық қасиеті бар, халықты ойлап тұратын, сондай бала тәрбиелесек, соның өзі жеткілікті деймін. Ал баспасына үй алып беріп, баспасына машина алып беру, ол қаншалықты дұрыс, оған өкінішке орай мен нақты жауап айта алмаймын. Бірақ менің де үлкен ұлым бар, машинасын алып бердім. Енді кішігірім мүмкін бір 30 квадраттық үй алып беретін шығар, міне мынау бастамасы, ары қарай өзің көр деп. Бірақ басынан бастап оларға 140 квадраттық үй дайындап қажет емес деп ойлаймын. Адамдардың қазір жалпы халықтың қаржылық сауаттылығы төмен болғандықтан көптеген кредиттерге ұрынады. Мысалы, қажетсіз кредиттер алады. 500 мың қажет па? Оны бір туысынан немесе апасынан немесе бір танысынан алмай кредитке кіріп жатады. Жалпы осындай мақсатсыз кредиттер туралы айтыңызшы. Енді неліктен азамат біріншіден кез келген уақытта ақшадан қиналған кезде несие алып қалған адам ол алғысы келеді. Неге десеңіз, ешкімнің алдына еңкейгісі келмейді, ешкімнің алдынан жаңағы сұранышты болғысы келмейді, басқа азаматтарға өзінің айналасында төмен болғысы келмейді. Сондықтан олар ең бірінші жаңа біз нағашымыз дейміз, нағашы банкке барады, кез келген қанша несие берді, қандай пайызға шаруасы жоқ несиесін алады, өзінің жаңа өзіңіз айтқандай мақсатсыз кейбір ақшалай алған несиелерге қымбат несиелерді алуы мүмкін. Мына қазақ еліне бір айтарым, биік болып банктен кредит алам деп ойласаңыз, зерлеп тұрып оны қайтаратыныңызды білуіңіз қажет. Сондықтан егер сізде бүгін ол мүмкін емес пе, егер сіз бүгін ол несиені жаба алмайсыз ба, немесе бүгінде ол ақша сіздің қалтаңызда жоқ па, яғни сіздің ақшамен қарым-қатынасыңыз дұрыс емес деген сөз. Жалпы кез келген азамат өзінің адамның өсуі, өнуі, ішкі рухани байлығының өсуі, байлық, материалдық байлығының өсуі, ол азаматтың әртүрлі құбылысты деңгейлеріне байланысты. Мысалға, сіз бүгін позитивте тұрсаңыз, позитив арқылы өсесіз. Негативте тұрсаңыз, негативте өсе алмай қаласыз. Негативте болу дегеніміз, ол жаңа қарызға батып, біреулерге қолыңыздағы дүние арқылы өзіңіздің мықты екеніңізді дәлелдеу деген дүниелер арқылы өзіңізді болашақта бәрібір зерлеуге келесіз. Яғни уақытша биік болып қажет емес. Менде болсын, тез болсын, менде мына ешкімнен қалмайын деген мына бәсекелестік, ол өз нәпсіңді бағындыра алмау деп есептеймін мен. Неге десеңіз, нәпсіні бағындыра алмау, эмоцияны бағындыра алмау, ол азаматтың ең өзімен өзі дұрыс жұмыс жасай алмауы деп айтсам да болады. Сондықтан жалпы банктен ала салдым, ешкім білмейді ғой деп азамат ойламау керек. Одан кейін егер азамат бір нәрсе алғысы келіп 100 мың теңге, 200 мың теңге ай сайын шығыстары көбейіп кетіп, айлықтан айлыққа минуспен кіріп отырса, уже сұрақ қою керек, өзім мен не істеп жүрмін? Шығыстарын реттейін. Мен қаяқта бара жатырмын? Мынау болмайды деген өзіңе бір тоқтау, шегеру болу керек та. Ал бізде тоқтау, шегеру жоқ. Ой, ол несін санайтын бар, ол итак жетпейді. Сен санамағаннан кейін ол ешқашан жетпейді де. Өмір бойы солай өтеді. Айлық жетіспеушілік ол жылдық жетіспеушілікке әкеледі. Жылдық жетіспеушілік өмірлік жетіспеушілікке әкеледі. Егер ертеңгі өмірің басқаша болсын десең, бүгінгі күнде басқа қадам жасауың қажет. Басқа шешім жасауың керек. Және де нәпсіңді, эмоцияңды бағындырып, өз-өзіңмен күресіп жұмыс жасау керек.
футболға барған кезде де, боксқа барған кезде бір күнде сен күшті, или өлең айтқан кезде де бір күнде күшті өлең айтып кетпейсің ғой. Оған дайындық керек. Өлең айтсаң тамағыңды дайындайсың. Жаңа тамақтың бүкіл упражнениесін, связкаларын жасайсың, дайындайсың. Бұл боксер болсаң қолыңды дайындайсың, денеңнің шымырлығын дайындайсың. Сондықтан өмірде үлкен жетістікке жетем десең, тәртіпті түрде өзіңді кез келген дүниеге әкелуің керек. Тәртіп жоқ жерде ол жерде ешқашан нәтиже болмайды. Тәртіп ол өзіңе қатысты, тәртіп қарым-қатынасқа байланысты, тәртіп ақшаға қатысты, тәртіп сіздің болашақ мақсаттарыңызға қатысты. Болмаған жағдайда сізде нәтиже болмайды. Мен өзім еңбекқор адаммын деп айта аламын. Есімде мен ауылда барлық адамдар ұйықтап жатырғанда, таңда тұрып, тойда мен үкіметтің жұмысында да жасадым, және тойларды гүлмен, шармен безендірем. Өзім тұратын ауылда әкімдіктің барлық новыйдан больница ашылама, менің шарларым ілінеді міндетті түрде. Сол бір күні ауылда үлкен бір мосттың ашылуы болды. Мост жасалған, мостқа шар ілу керек. Мен таңертеңгі 7-ден бастап кешке дейін 800 мың ба шар үрем. Қытайский иісі бар шардың. Сосын үстім шаң-шаң, бүткіл бір мектептің спорт залын сұрап алдым. Сосын үйге келіп, мама, мені жылаймын мамама. Мама, мен осы Қытайдың шарын қашанға дейін үрем, шаршап отырмын. Ол кезде мен жасым где-то 33 сондайда. Сол кезде мамам айтатын маған, қызым, 40 жасқа дейін жағдайыңды жасап ал, 40 жастан кейін бұлай сен шарып жүретін әліңде болмайды деп. Жалпы әр адамның ақша табатын өзінің уақыты болады екен. Сол туралы айтыңызшы. Ақша кез келген азаматтың, бізде 2 рет өмір сүретін өмір жоқ. Кез келген адамның тек қана 1 рет өмір сүреді, 1 рет шанс. Қалай оны сапалы саналы өткіземіз, ол тек өзімізге қатысты. Мына ең бірінші, егер жастық кезіңнен ақша жинамасаң, жасың 40-тан асып қала жатса, 50-ге дейін де әлі уақытың бар. Бірақ 50-ден кейін ары қарай уақытың болмауы да мүмкін. Уақыттың болмауы деген, біз бұл өмірге ішіп жеп, жаңа таңертең кешке дейін қара еңбек жасау үшін келген жоқпыз. Біз бір уақытқа шейін өзіміздің еңбегімізді жасап, қара еңбек деген, оның қара еңбектің де еңбегі бар. Халыққа қызмет етіп отырған, олардың да еңбегі үлкен. Мен бұл жерде еңбек емес, айлық жайында айтқым келеді. Сол өзіңнің істеген еңбегіңде маңызды емес, сен қанша ақша таптың. Сол ақшаның маңыздылығы берекесінде, жинағаныңда, қорыңда. Жалпы кез келген азаматта қор болу керек. Ең бірінші, ақша тапқан кезден бастап бірінші адамның істейтін нәрсесі ол қаржылық қорды қамтамасыз ету. Қаржылық қор дегеніміз кез келген азаматта әртүрлі ситуациялар болады өмірде. Туған туысқаның ауырып қалады, қаза болып қалады, немесе құда жек жат деген сияқты тойлар болып жатады. Өзіңде бір денсаулықтан ахуалдық қандай да болмасын мүмкіндіктерің болмай қалуы мүмкін. Сондықтан кез келген уақытта, жаңа анаңыз айтқандай, жұмыс жасап тұрған, күш қайратымыз тасып тұрған кезде, сол уақытта ақша жинап үлгеріп қалу керек. Ең бірінші қаржылық қор қамтамасыз ету, ол кез келген азаматтың 3-6 ай көлемінде қамсыз, ауырса ауырып, демалса демалып, жақсы жұмыс істесе істеп, оқитын болса оқитып, жаңа оқитын болса оқып, өзіне мүмкіндік алатын уақытта қамсыз жүруі. Сол 3 айлық оның шығысы. Ал жалпы 50 жасқа дейін өзің активті түрде өзіңе капитал қамтамасыз етуің керек. Ол бірінші, бүгінде қанша, мысалға біздер былай ғой, егер сіз айына 500 мың теңге тауып атсаңыз, сіз 500 мың теңгеге өмір сүріп үйренесіз, ол қалыптасқан әдет қой. Сіз ертең пенсия шыққан кезде сізге 100 мың теңге де жоқ, сіз қалай өмір сүресіз? Балам 50 мың теңге берші, барам 5 мың теңге берші деп отырмайсыз ғой. Сондықтан мына айына қазір 500 мың теңге табасыз ба? 60 жастан кейін сол 500 мың теңге сізге 20 жыл бойы 80-ге дейін өмір сүреміз деп есептейік, минимум. 60 жастан 80 жасқа шейін 20 жыл бойы сол сіздің қалыптасқан сапалы өміріңізді ары қарай жалғастыруыңыз керек. Неліктен көптеген уақытта бізде, оның ішінде қазақ елінде де, адамдар пенсияға шыққаннан кейін шөгіп кетеді. Өмірінің ары қарай мәнін көрмей қалады. Және де өмірлерінің оның барлығы психикалық тұрғыда қиын болады, моралдық тұрғыда қиын болады. Неге десеңіз,
пенсиялары, жаңа алып отқан зейнетақылары оның бұрынғы өмір сүрген сапалы өміріне сәйкес емес болғандықтан. Мысалға ол 200 мың теңгеге жаңағы әжеміз, атамыз өмір сүріп үйренді, 500 мың теңгеге. Пенсияға шыққаннан 120 мың, 150 мың теңге. Ол стресс. Сондықтан 60 жастан бастап 80 жасқа шейін сол 500 мың теңгеге бүгінде өмір сүріп жатсың ба, ол $1000. Сол $1000 20 жылға қалыптастырып қой. 12 ай ма, 12 айда 20 жылға көбейтесің бе, мысалы қанша мың, $200 мың ма шығады, $250 мың. Соны сіз 60 жасқа шейін қамтамасыз етіп қойыңыз. Сол ақшадан алып ай сайын сол сапалы өміріңізді, сол сапалы жағдайда өмір сүруіңіз керек. Біздер бәріміз ойлаймыз, үлкен кісілер де солай ойлайды деп ойлаймын, көбіне маған айтқан адамдар солай. Ертең пенсияда шыққан кезде қыдырып жүреміз дейді. Қыдырып жүру үшін пенсияны күтіп қажет емес. Әзір қыдыр. Бізде 60 күн ойға шығады, 60 күн ойға ремонт жасайды, тағы бір нәрсе, оның 60 күн ойының уақыты бітпейді, бірақ ақшасы бітіп қалады, басталмай жатып. Содан кейін ол кісі не істейді, үйде жатады, уақытылы демалмайды, санаторияға бармайды, денсаулығын күтпейді. Сондықтан кез келген адам қандай да болмасын қызмет жасап жүрген кезде 50 мың болсын, 100 мың теңге болсын, ай сайын өзінің қамсыз кәрілігін ешкімге, ештеңеге қарамастан қалыпты, жүйелі, дисциплиналық тұрғыда ай сайын жинау қажет. Және ол ақшаға тиісуге болмайды. Жаңа мен құрбымның мамасы айтты дедім ғой, мама осы жас кезінде әттеген-ау деген. Мен қазір не істеуім керек дегенде 15 квартира алып қой Ақтаудан деп айтты. Олай айтуының себебі, мамасы айтады екен, мен үйде бала келіннің қолына қарап отырмын. Ешқайда бара алмаймын. Курортқа жібересіңдер ма деп сұраймын. Ал менің туысым бар, Ақтауда көп квартирасы бар. Олар кемпірі мен шалы әлі сол күйі, еш қартаймаған, 15 квартираны жалдап қойған. Келін мен балалары олардан ақша сұрайды екен. Олар қай қалаға барғысы келеді, ұшып кетеді, шетелге барғысы келе ма, ұшып кетеді, курортқа барғысы келе ма, ұшып кетеді. Келін мен бала наоборот бізден ақша сұрайды деп айтады екен. Өздерінің жас кезінде солай капиталын жинап алған, жылжымайтын мүлік арқылы. Енді Әсел ханым, қаржылық сауаттылықта өзіңе төле деген бар. Ол не туралы? Өзіңе төле дегенді көп жерде жазылады, бірақ оны ешкім ол не деп түсінбей жатады. Өзіңе төле дегеніміз, мына біздер айлық аламыз, бірінші квартплат төлейміз, кредит төлейміз, тағы баланың сабағын төлейміз, керек заттарымызды аламыз, иә. Ал өзіңе төле дегеніміз, ол айлықтан 10-20% жаңа қаржылық қорға, қамсыз кәрілікке жинау. Содан бастау. Міне, мен негізінде кез келген адамға айтамын, мысалы, сіздің айлығыңыз 200 мың теңге болды. Уақыт өте, бір жылдан кейін сізге 220 мың, 240 мың теңге қосты. Біздер сол үстіне қосқан 20-40 мың теңгені жинаудың орнына, біз одан да көп оған расчеттап кредит аламыз. Оған расчеттап, оны расход жасаймыз. Сондықтан өзіңе төле деген, жаңа сіздің апаларымыз сияқты, өзіңе қамсыз кәрілікті қамтамасыз ету үшін өзіңнің кәрілігіңе жиналатын капитал. Адам рахат өмір сүру үшін келген. Как минимум бала шағасы аяқтанған кезде қасында жарқырап отырудың өзі ол үлкен рахаттылық. Бір ол да ауырмай, еш жерің ауырмай, балаңның қасында, айналайын, сен дұрыс деп батасын беріп отырсаң, соның өзі үлкен бақыт. Сол бата беретін кезде олар өкінішке орай ерте кетіп қалып жатады өмірде. Ол жаңағы пенсияға шыққан кезде мақсаттылықтың жоғы, жаңа жоқтық, адам өзі тауып, өзі үйренген, ер азаматтар оның ішінде өзі тауып үйренген, өзі жұмсап, бүйт сөйт деп үйренген адам, өз темекісін өзі алып келген адам, қол ашық, сұраушы қалпында қалған кезде оларға стресс, ер азаматқа да, әйел азаматқа да. Сондықтан қамсыз кәрілік деген, өзіңе төле дегеніміз, ол бүгінгі күннен бастап бірінші қаржылық қорыңызды қамтамасыз ету, екінші қамсыз кәрілігіңізді қамтамасыз ету. Ол ертең кез келген уақытта әттең-ау деген болмайтындай, сұраушы ретінде әлақаныңызды созбайтындай, сіздің өзіңіздің сапалы өміріңізді ары қарай дұрыс жалғастыру. Бұл, яғни өзіңіздің айлығыңыздан 10-20% жинасаңыз, сіз өзіңе төлеп отырған
саналасыз. айлықта, иә. Мен себебі мен әкем өмір бақи мұнай компаниясында жасады, 40 жыл вахтовый методпен жасады. Бір күнде пенсияға 1 жыл қалғанда, болды аға, сіз боссыз, сіздің 5 миллион теңге айлығыңызды береміз, осы күннен бастап боссыз деген ғой. Сол кезде папам үйге келіп, 1 жыл айлығын 50-50 болып берген, 5 миллион ол сірә кетіп қалады. Сол кезде мен ауылға демалыс сайын барғанда айтатын едім, біздің үйде жақсы папаның капиталын пайдаланғаны ол не, біз супермаркет аштық. Сосын мен папамды енді ай сайын келетін 500-600 мың айлығы жоқ қой. Папамды мотивация беру үшін папам айтам, мына дүкен сенікі, папа, сен любой кезде дүкен мынау сенікі, сенің ақшаңа салынған. Себебі ер адам сағысын басын деп ойладым. Папа, карта ойнайтын болсаң, мен саған ақша берем, темекіні мен Ақтаудан салып жіберем деп солай айтатын едім. Себебі мен папамның өмір бақи табыс тауып жүріп, бір күнде пенсионер болғанда сағы сынбасын деп ойладым. Сол үшін осы бастан ер азаматтар өзіңізге ақша төлеңіз, өзіңіздің пенсияңызды жинаңыз. Әсіресе 79-80 жылдан бастап бізге пенсия төленбейді үкіметтен. Біз ертең қартайғанда действительно балдарымыздың қолына қарап қаламыз. Значит, 79-80-81-лер өзімізге пенсионный фондқа ақша салып отыруымыз керек. Жалпы бұл жерде 97 жылдан 1996-1997 жылдарда жұмыс жасамаған азаматтар, олардан мемлекет тарапынан немесе қандай да болмасын компания тарапынан зейнетақы қорына ақша түспеген адамдар, ол жерде тек қана 79-дардағы емес, жалпы сол кезде жұмыс жасамаған азаматтар болса, сол жылдары оларға пенсионка төленбеген болса, олардың ешқайсысына да мемлекет тарапынан зейнетақы төленбейтін болады. Сондықтан сағымыз сынбас үшін, алақанымызды ашып, әркімге жалтаңдамау үшін әзірден бастап өзіміздің қаржылық қорымызды қамтамасыз етіп, қамсыз кәрілікке саналы түрде сапалы өмірімізді қамтамасыз етуіміз керек. Сол сапалы өмір дегеніміз дұрыс тамақ ішіп жеуің, витаминіңді алу, санаторияңа бару. Енді қараңыз, Әсел ханым, былай, менің құрбым бар, 4 жыл болды Астанаға көшіп кетті. Біз енді Маңғыстау қазақылықтың жері. Бізде той 4-ші күнде басталады, 3-ші күні басталады тойлар. Бізде 3-ші күні, 4-ші күні, 5-ші күні, 6-ші күні, 7-ші күнге дейін той. Жаңағы тіпті диплом той, мектеп бітіру той, сүндет той, ладно, 1 жастың тойы. Жақында менің құрбым, Астанаға 4 жылдай көшіп кеткен құрбым, 3 баласымен, жолдасымен, енесімен келген. Сол айтады, біз шаршап кеттік, біз Астанада демалып, ақшамызды той садақаға салмаймыз. Астанада енді көп ешкім танымаймыз, мегаполис, туыстарымыздың бәрі осы Ақтауда. Енеммен келіп едім дейді, енеме 29-на дейін бол осы Ақтауда деп едім. Жоқ, балдармен 18 күн ұшып кетем, балдарды алып кетіп қалды дейді. Тіпті біз мұнда келіп шаршап кеттік дейді тойдан. Той садақа құдалық, той садақа құдалық. Бізде Маңғыстауда ол кәдімгі айлығыңның тіпті 50% бөлігі дейсіз ғой. Бюджеттің. Қазір уже 5 мың ешкім бермейді, 10 мың аз. Мен тойға 20 мың апарам. Үлкен сыйлас адамдар болса 50 мың. Енді тойдың ресторандардың сортына қараймын. Нар ресторан где-то адам басына 10 мың шығар. Қой, өздеріне де сыйлық қалдыруым керек деп солай берем да подарканы. Саналы түрде ақталады ғой той. Сөйтіп ойлаймын, ресторан ал мынау той где-то адам басына 5 мыңның ресторан деп бәрін қарап отырамын. Жалпы бізде той садақа көп. Сол жаңа құрбым айтады, Астанаға көштік, енем, балдармен кітапханаға барамыз, музейге барамыз, бір күні Мегаға барамыз, ужинға ресторанға барамыз. Мына Ақтаудағыдай
аптасына 3-4 той жоқ дейді. Тіпті енемнің өзі безіп кетті дейді. Жоқ, мен қалмаймын Ақтауда. Сендер қала берін күйеуің екеуің. Мен немерелеріммен кеттім деп бірінші рейске билет алып кетіп қалды дейді. Бізде қазақта тойда қайтсын дейді ғой. Берген ақшаңды да, берген уақытыңды. Жалпы бізде тойға барған кезде біз ақша жоғалтпаймыз, тойға барған кезде біз уақыт жоғалтамыз. Барасың, жиналғанша 1-2-3 сағат, жиналғаннан кейін 3-4 сағат. Сондықтан құдайдан қайтсын, құдалықтан қайтсын, жақсылықтан қайтсын деп айтып жатады ғой. Жалпы мына құдалық та бір өзінің инвестициясы ғой. Кейбір мысалға өзің жаңа жайдарман, ақкөңіл өзің барлық тойға барсаң, саған да ол соншалықты келеді, иә. Өзің ол ответка береді ғой бізде тойда. Ол әрине жақсы. Бірақ ең негізгісі біз кез келген азамат үйде сапалы саналы тамағын ішуі, сапалы саналы уақытылы денсаулығына қарауды содан шатыспауымыз керек және қалыспауымыз керек. Ол ең біріншісі. Екіншісі, мен ойлаймын, кез келген тойдың болғаны жақсы, әрине жақсы, жағдай жетсе. Бірақ несиеге алынбаса екен деп ойлаймын. Той болсын. Қарыз ол күліп кіріп жылатып шығатын нәрсе. Күңіреніп шығады. Мына бір жерден оқып едім. Несиеге ет жесең дейді, сүйегі тамағыңа тер дейді. Сондықтан несиеге алған кезде абайлап алу керек. Қаржылық сауаттылықтың бірде-бір негізі несие алмау емес, несиені дұрыс алу және дұрыс басқару. Уақытылы алу, уақытылы жабу, дұрысын ақылды және ақылсыз несиеге бөлу, уақытылы жинау, ипотека алса да арзан ипотеканы алу, солай арқылы, тек қана солай арқылы. Сондықтан ақша қарым-қатынасты неғұрлым ерте, кредитке қарым-қатынасты неғұрлым ерте қалыптастырсақ, соғұрлым біздің ақшаға деген сауаттылығымыз артады деп ойлаймын. Мысалы, Әсел ханым, сізді бір ай бұрын осы Маңғыстауға жерді араладық. Маңғыстауда 5 аудан, 2 қала бар. Біз барлық жерге бардық. Сол мен өзімнің ауылыма барғанда түгел ауылдастарым келді. Менің бір туысым да келді. Кеше мен ауылға барғанда маған айтты: Бибігүл, сіңілім, саған рахмет. Әсел Төлеуғалиеваның тренингінен кейін мен ақша саумай бастадым. Өзім ақша жинап бастадым. Бұрынғыдай безберекетсіз, ойланбай эмоцияға беріліп, ыдыс сатып алу, немесе эмоцияға беріліп ақша сау деген қазір менде жоқ. Әселдің сабағына қатысып дейді, ақша жинап бастадым дейді. Мен өзіме кәдімгідей бұл кері байланысқа апамның осылай айтқанына қуанып кеттім. Бір қазақта емес, жалпы эффект третьего лица дейді ғой. Күнде мұғалім үйде балаға сабақ оқымайсың, психолог, бүйтпейсің, сөйтпейсің дегеннен үшінші танымайтын адам барып айтса, ол балаға қонымды болады. Сол сияқты мүмкін ол күнде, мені апам да күнде көріп естіп жүрген шығар, бірақ сол Түпқараған ауданына, Форт-Шевченко қаласына сізді апарып, сіздің айтқаныңыз өтімдірек болыпты. Мен ақша жинап бастадым, Бибігүл, және өзім ақшамды есепсіз саумайтын болдым дейді. Керемет. Ең дұрысы осы халыққа бірдігін болса да біздің пайдалы болуымыз. Қазақ болып дүниеге келгеннен қазақ елінде бір пайдамыз, бір кірпішімізді әрқайсымыз қалауымыз қажет деп ойлаймын. Қаржылық сауаттылық аясында айтылып жатқан нәрселер көп. Мына ақпақұлаққа айтсам, ағып кетеді, құймақұлаққа айтсам, құйып алады деп марқұм анам айтатын. Құймақұлақтар көп болсын. Жаңа жалпы қаржылық сауаттылық дегеніміз ол күнделікті біздің әдетіміз. Ол таңертеңгі кофе ішу сияқты. Сосын күнделікті сапырылып, анау жүгіріп бара жатыр екен деп мен де жүгірмей, бұл маған керек пе? Бұл маған не үшін керек? Бұл шынымен де маған, мен оны қалаймын ба? Бұл менің өмірлік мақсатыма жете ме? Жеткізе ме? Әлі жеткізе алам ба? Деген сұрақтарға жауап қойып отырып, жалпы бізде мына өзімізге сұрақ жоқ та, елдің бәріне сұраққа жауап аламыз, өзімізге сұрағымыз жоқ. Өзімізге дұрыс сұрақ болмағаннан кейін бізде өзімізде дұрыс жауап жоқ. Сол өзіңізге, ол өзіңді сөгу емес, өзіңмен жұмыс жасау, өзіңді арттыру, өзіңді өсіру. Мысалға, байқасаңыз, кез келген уақытта біз біреуден іздейміз мотивацияны, шетелден іздейміз мотивация. Мотивация дегеніміз ол уақытша нәрсе.
Ол мотивация мен сіздің қазіргі түсіріп жатқанымыз подкастымыз, ютубымыз, ол мотивация. Ол мотивацияны қазір ютуб бітті ма, ол екіншісін қарайды, ұмытып кетеді ол бұның не қараған. Сондықтан мотивация дегеніміз ол азаматтың күнделікті әдет қалыптастыру, жүрегінен шыққан әдет болу керек та. Ол маған керек па деген, мен не қылып жүрмін деген. Вообще жалпы кез келген адам күнде мен не істедім вообще, бүгін не істедім деп отчет беру керек па? Просто жатар кезде бүгін не болды вообще деген бір сұрақ қою керек та. Бізде не сұрақ жоқ өмірімізде, не жауап жоқ. Сондықтан мына бардак, соңында нәтижемізде бардак та. Сондықтан мен не істеп жүрмін, мен қалай жүрмін, мен қанша ақша тауып жатырмын, қайда ол кетіп жатыр. Кейбір кезде, кейбір уақытта сен үйде тұрғаны пайдалырақ болады сен жұмыс жасап жүргеннен гөрі. Ол менде бір подружкам бар, просто для красоты жұмысқа айтады, мен әдемі көйлектерімді көрсету үшін барам дейді. Мен айтамын, сен әдемі көйлектерді алмай ақ қой да, үйде отыра берші бала шағаның қасында. Сен ол минуста жүр. Барады, ресторанына барады, түсте кешкісіне барады, рахат өзі бір. Мен айтамын, сен не істеп жүрсің? Не нормально жұмыс жасамайсың? Не нормально бала шағаға көңіл бөлмейсің? Одан да үйде отырсайшы, сол тиімдірек деймін да. Мына кез келген адам баланы сабаққа берген кезде тиімділігін көру керек. Ойбай, менің балам сабақ оқып жатыр, ағылшынға дейді 5 остановка жібереді, анда 5 остановка ол таксимен қайтады, кейбір көбін уақытта. Бала оқып жатыр ма? Үйдің астында да, көшенің екінші жағында да сол білімді береді. Мына қанша жолға ақша кетеді, қанша уақытқа эконом. Уақыт пен ақшаның экономдауды, уақыт пен ақшаны кез келген адам экономдауды білсе, өмірлік нәтижесі өзгереді. 1 жылдық сатыда, 2 жылдық сатыда, 3 жылдық сатыда. Жаңа сіз подкаст дегеннен жалпы дамығысы келетін, білімді болғысы келетін адам үнемі кітап оқу керек, және мен ойлаймын подкасттар тыңдау керек. Себебі мен өзім ютубты қосып қойып, мысалы картоп ашып отырсам да ютуб тыңдаймын. Бұрын мен Давлатовты тыңдайтын едім. Қазір мен сіздің подкастыңызды тыңдаймын. Себебі өзім жаңағы сізді тыңдаймын. Қазір мен орысша контенттен қазақшаға, құдайға шүкір, Қазақстанның жігіттер мен қыздар жақсы көтеріліп келе жатыр, және өзіміздің ана тілімізде осы қаржылық сауаттылық туралы біз дұрыс түсіріп жатырмыз. Дер кезінде кез келген қазір бізді көріп отырған әйел адам бос уақытында подкасттар тыңдаған жөн деп ойлаймын. Себебі мен бұрын, осы 3-4 жыл бұрын қалаға көшіп келгенде Давлатовты қосып қоятынмын. Сол Давлатовтың да деньги ақшаны саумау туралы. Сол Давлатовтың айтқан тыңдап, тіпті ақша саумайтын да кездерім болатын. Сол сияқты қазір біз ана тілінде өзіміздің қазақстандық әйелдерге, жігіттерге, қыздарға жақсы подкаст түсіріп жатырмыз. Бұның ішінде бірнеше көптеген білім бар. Сіздің шетелден алып келген біліміңіз, 20 жылдан астам қаржы саласындағы біліміңіз. Бұл подкастты тыңдаған адам ұтады деп ойлаймын. Әрине. Білу ол бір бөлек, оны жасау керек. Ешкім келіп саған алтын таблетканы жұтқыздырмайды. Жұтқан кезде екінші күні әп-әдемі -25 килограмм, плюс 20 сантиметр болып кетпейсің. Еңбек ету керек ол бағытта. Істеу керек, жүру керек. Сол бағытта іс-әрекет жасау керек, ойлау керек. Содан бастау, кез келген нәрсе ойлаудан бастау керек. Мына бізде ақпараттық толқын аясындағы көп керек емес дүниелердің ағынына байланысты біздер қазір кейбір кезде дұрыс ақпарат ала алмай жатырмыз. Жалпы біздің дамуымыздағы ең бірінші әсер ететін нәрсе, біз өзіміздің ана тіліндегі бағдарламаның, ана тілінде спикерлардың, ана тілінде дұрыс тәрбиелі нұсқалы ютубтардың болған керемет болушы деп бередім. Неге десеңіз, бәрібір қанша орыс тілі болсын, ағылшын тілі болсын, өз тіліңде біз ақпаратты алмағандықтан көп уақыттағы қалып қоюымызда, кейбір кезде мәңгүрттілігімізде, жаңағы табандылық жеткізбей қалатын, төзімділікке жетпей қалатын жерлерімізде сондықтан шығар деп ойлаймын. Неге десеңіз, өсу-өну тек өз қолымызда. Ал оны өз тілімізде ұсыну, кез келген қазақта зиялы қауымды қалыптасамыз десек, ол өз тілімізде даму, ол ең бірінші стратегиялық тұрғыда болу керек деп ойлаймын. Сізге үлкен рахмет, алтын уақытыңызды бөліп, менің оқырмандарыма осы біліміңізбен бөлісіп жатқаныңызға. Енді бүгінгі сұхбат барысында
әттеген-ай, мен ұмытып кеттім, осыны айтпадым деген пікіріңіз бар ма? Енді мүмкіндігінше қарапайым тілмен жеткізуге тырыстық. Бірақ жалпы қаржылық сауаттылық дегенде ол ақшаны дұрыс басқару ғой. Ақшаны дұрыс басқаруды әр жанұяны шақырам, әр азаматты шақырам. Егер біз ақшаны дұрыс басқара алмасақ, немесе қаржылық жоспар дұрыс жасай алмасаңыз, келген ақшаның берекесі болмайды. Сондықтан ақша тек мақсатқа ғана келеді, мақсатқа ғана жұмыс жасайды. Егер мақсатыңыз болмаса, онда ол ақша басқа біреудің мақсатына жұмыс жасайтын болады. Сондықтан мақсатты болыңыздар, ақшаңызды нақты қаржылық жоспармен жинаңыздар дегім келеді. Ақша негізі тез жиналады, жинай білген адамға. Рахмет сізге. Сіздерге де рахмет екен. Тағы да подкаст түсіріп қаларымыз мүмкін. Миллион жинасақ түсіреміз. Иә. Бұл соңы емес. Біз сізді тағы да Маңғыстауға шақырамыз. Рахмет. Жақсылықта кездескенше. Қымбатты достар, осымен біздің кезекті BR подкасттағы подкастымыз аяқталды. Егер біздің сұхбатымыз пайдалы болды, сізге ұнаса, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіңіз. Әлеуметтік желіде WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok парақшаларға бөлісуіңізді сұраймыз. Өйткені қаржылық сауаттылық бұл заман талабы. Кез келген адам өз қаржысын басқару керек, саналы түрде. Біздің каналымызға жазылып, лайк басып, пікір жазып кетіңіз, достарыңызбен бөлісіңіз.